терапия, сосын қазір семейный врач болып жұмыс істедім. Әлі істеп жүрсің ғой? Уже шығамын жұмыстан. Былайша депрессивный состоянием да бар. Жұмысқа шыға алмай кеттім, шықпадым. Ешкім басына түсірмесін де, бірақ ол менің күйімді кешкендер солар біледі. Ол басқалар білмейді, түсінбейді айтқанмен. Осында келдім. Уже кәдімгідей дәрісіз уже эффект байқадым мен. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті YouTube каналының тұрақты көрермендері. Мен 83-ші ағымды шығарып салып жатырмыз. Әр ағым сайын жылы жүректі, кең пейілді біздің шынығушылар сұхбатқа келеді. Өздерінің білімдерімен, алған әсерлерімен бөліседі. Соның бірі міне Гүлжан қарындасымыз, қызымыз. Маған қызым десем болады, өйткені менің баламнан да жас. Медицина бітірген, жоғары білімді, бірақ осында 400-ге дейін одан да көп медицина қызметкерлері келді. Соның бірі. Гүлжан, өзің жайлы қысқаша айтып кетші, қай университет бітірдің, қандай мамандықпен бітірдің? Мен Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті. Қазақ-Түрік, оны жақсы оқытады ғой, соны медицинский факультетінде? Иә, 2015 жыл бітірдім. Қандай факультет? Жалпы медицинада. Жалпы терапия, да? Терапевт, терапия, сосын қазір семейный врач болып жұмыс істедім. Қанша жыл істедің? Осы медицина бітірген 15-те бітірдің, да? 10 жыл болды. 15 жылы сол сразу бітірдім, сразу жұмысқа кіріп кеттім. 10 жыл бойы істедің бе, содан бері? Арасында 1 жыл перерыв болғаны бар, болды. Қалған жылдар бәрін істеп келдім. Алматыда ма, Түркістанда ма? Басында Астанада істедім, 5 жылдай. Сосын осында көшіп келдім. Осы жерде істеп жүрміз. Әлі істеп жүрсің ғой? Әлі істеп жүргенде уже жақында, уже шығамын жұмыстан. Кішкене көңілің қалды медицинадан, да? Неге? Неге болғанда өзім былайша депрессивный состоянием да бар. Оның үстіне әркімнің сөзін көтере алу маған да қиын болып кетті. Өңкей аурулармен жұмыс істейді? Жұмыстың өзінде отырсам уже депрессия қатты күшейіп бастады, уже байқадым да мен. Содан кейін бірден айтайыншы, щитовидка нормально? Нормально. Білесің ғой, да, депрессияға гормон бәрін тапсырғам. Бірінші депрессияға түскен адамда щитовидкасын тексеру керек. Егер щитовидкада проблема болса, бұл физиологический. Яғни щитовидкада Т3, Т4 гормон дұрыс өндірілмейді, дұрыс өндірілмегеннен кейін адамның көңіл күйі жақсы болмайды, серотонин неме бөлінбейді, кортизол көп өндіріледі. Оны как медик ретінде кім Гүлжан жақсы біледі. Егер де щитовидка нормально болса, аид дейді, аутоиммунный тиреоидит, болезнь Хашимото жоқ болса, онда бұл психологический. Яғни проблема где-то мида бірдеңе болған. Енді депрессияға бұл кейбіреу айтады, немене, аяқ қолың сау, денің сау, әдемі баласың, жоғары білімің бар, не жетпейді саған деп біреу ұрсады, біреу ренжиді. Кейде болатын шығар да, әпкелерің, құрбыларың бәрі айтады. Не жетіспейді, еркелік, жиру 5 деген сияқты айтады да. Бірақ ол еркелік емес шындығында да. Ол мидағы проблема. Көзге көрінбегеннен кейін ол бір еркелік, адамның бір құтырған сияқты болып көрінеді да. Сенде бәрі бар, сен еркесің, анау-мынау деген сияқты. Шындығында это психо деген жан. Сонда психологқа бардым дегенге көп ұялады. Кардиологқа бардым, дантистке бардым, болмаса ревматологқа бардым деген ұялмайды. Ал кардиологқа, психологқа бардым деген ұялады. Неге? Өйткені білмеймін, жындыма деп айтадым екен деп. Психо деген жан, лого деген білім. Яғни психолог жан білім білу керек, оған барғанда ештеңе немесі жоқ. Мида кәдімгі сенің жүрегің, бауырың сияқты орган. Сонда проблема болды отырған еді. Сондықтан сіздерге айтатыным, егер де сізде психологический проблема болса, ол мидың қандай да бір жерінде бір жаман ойлар қалып қалғанда, одан ешқандай ұялмау керек. Гүлжан, талай қашан басталды бұл депрессия? Сол оқып жүрген кезімде басталды. Студент кезде басталды? Иә, бір 3-4 курстарда. Сол кезде басталды. Содан кейін уже бір Астанада жұмыс істеп жүріп, сосын уже нормальный болып қалғам негізі. Просто осында көшіп келгеннен кейін
өмірлік жағдайларға байланысты өзімнің личный өмірім, қарым-қатынас, содан кейін қайтып депрессия күшейді. Төзу депрессиядан кейін уже қабылдау да нашарлайды екен. Өзінің ойында басқара алмау, жаман ойлар, жата беру, тамақ ішпеу, ештеңкеге зауық жоқ, ештеңке істегің келмейді, қызық емес. Өмірдің өзі қызық емес болып қалады, ештеңке қызық емес. Сондай қиын жағдай негізі. Ол бұрынғы 10 жыл бұрынғы жағдайды айта алмаймын, ол кезде вообще страшно болған деп айтамын. Оны ешкім басына түсірмесін де, бірақ ол менің күйімді кешкендер солар біледі. Ол басқалар білмейді, түсінбейді айтқанмен бәрі. Медицина дәрігер қандай ем қолданды? Антидепрессант, Прозак? Осы былтыр ғана антидепрессант қолдандым. Қолданғанмен ол уақытша эффект берді негізінде. Былтыр себебі қатты күшейді да қайтып. Содан кейін барып көрейін дедім. Сосын лечение эффект берді негізі. Но бірақ менде әлі сақталып деп жатыр. Енді мен айтамын ғой, кім сен медиксің ғой енді. Негізгі симптоматический медицина дейді ғой, қазір паллиативный медицина дейді, дәстүрлі медицина, бәрі бір түр. Бір сөз, мысалы, алма, apple, яблоко деп айтқан сияқты, бәрі алма. Сол сияқты осы паллиативный деген симптоматический медицина, традиционный медицина, бәрі бір сөз ол. Осы қазіргі батыстың медицинасы. Енді ол тек қана мысалы бір дәрі сепсең шөптің бұтағы уланады, тамыр қалып қалады, оған қайтадан шығады. Бұл да ауруға сол сияқты. Бірнекені береді, уақытша ауырсынуды басады, симптомын, анау қайтадан шығады. Бұл жерде менің үйрететінім, менің міндетім ауруды тамырымен жұлып тастау. Арамшөп тамырымен жұлып тастағанда қайтадан шықпайды. Бірақ стресс депрессияда оны тек қана Гүлжан сенің қолында мен әдісті көрсеттім. Өте түсінікті қарап әдісті көрсеттің. Енді орыстар айтады, все гениальное просто дейді. Шынымен өте керемет нәрселер, қарағанда көбі қарапайым. Мен апамның, әжемнің сөздерін келтіремін ғой, ұрысу немен жайлы айтады. Әркім білген боғын жейді, кіммен ұстасып қайтасың деген сияқты да. Оны психологияда ұзақ кітаппен айтады. Сол сияқты жаңа депрессивный мысль келген кезде мен тағы да бір сіздердің көзінше Гүлжанға тағы бір айтып кетейін. Просто ол ой. Ол сенің миыңдағы ой. Соны тек қана бақылау керек. Ойдан қашпау керек. Қашсаң ол соңынан қуады. Егер қарсылассаң, ол бумеранг сияқты. Қат бумеранг лақтырсаң, ол қайтып келеді. Неғұрлым қатты лақтырсаң, соғұрлым қайтып келеді. Одан оны лақтырып, одан қашып құтылу, қарсыласу керек емес. Не істеу керек дегенде, оны қабылдау керек депрессияны. Соң көзін жұмып отырғанда, сен айтасың, бір толқынның ішінде керемет боран соғып, жаңбыр жауып дауыл болып жатыр, сен өзің бүйтіп отырасың, медитативный күйге кіріп, қарапайым ғана. Қалай кіргесің? Тыныс алу. Міне 5 секунд. Осыны 1-2 минут жасайсың да, 5 минут ішке аласың, 5 секунд іште ұстап тұрасың. Соң 5 секундта шығарасың. Қайдан ұстап тұрасың. Болмаса, міне. Осы зет әдіме. Болды. Сол кезде жүрек қабысын баяулайды, соңен отырасында ойды бақылайсың. Жаман ой келді, мынау менің депрессиям. Оған бүйтіп батыр, анау былай деп батыр. Ол мен емес. Ол менің депрессиям. Оны мен сырттан көріп отырмын. Аха, мынау бүйтіп батыр деп. Ал өзің қозғалмай отырсың. Болмаса тынысың бақылап кетесің. Болды. Егер осы кезде кетеді, қандай депрессияға күнде таңертең осыны жасап отырсың керек. Соның кейін бүйтіп кетпей қойса, денеңдегі құрысуды бақылайсың. Тамағыңа тас тығылып тұр ма, қолың құрысып жатыр ма, ішің бүріп жатыр ма, жүрегің қағып жатыр ма, соны бақылап отырасың. Бақыласаң, жүрек қалпына келеді, қолың құрысқаны кетеді, депрессия кетеді. Анау көтеріледі, кетеді, бақыласаң кетіріледі. Ал енді депрессияға келтірмеу, бұл келсе қуалау, одан құтылу. Ал келтірмеу үшін просто үйретті ғой да? Үйреткен жоқ па?
неменеге барасың, таңертең тіс тазалағанда зубный щетканы аласың да тістеп тұрасың бір 5 минут. Прям за секунд 5 минутқа неме қоя қоясың да тістеп тұрасың. Сол кезде мына бетте адамда жетпсек бұлшық ет бар. Сол жоғарыға көтеріледі. Деген көтерілген кезде миға сигнал барады. Сонда как будто жизнь налаживается. Осыны жаса, күнде 3-4 рет, да? Амалсыз, бұл физически просто. Сол кезде миға сигнал барады да, адамды көңіл күй көтеріле бастайды. Түсінікті ме? Түсінікті. Жоқ, мұнда келгелі кішкене депрессивный Байқадым. Байқадың ба? Себебі өткен апта жаман тағы Жаттың жатып ба? қалдым. Өткен апта. Жұмысқа шыға алмай кеттім, шықпадым. Сосын осында келдім. Осы өткен апта воскресенье келдік. Содан уже кәдімгідей дәрісіз уже эффект байқадым мен. Содан кейін Оған Гүлжан. дейін мен тоқтатып қойған едім ғой дәріні. Сосын өткен апта күшейгенін байқадым тағы. Іштің. Ішкен жоқпын бірақ. Бірақ депрессия жатсың. Депрессияда жатырмын. Басқа жаққа бардым. Гипнотерапевтке басқа жаққа бардым. Ол кісі ештеңе пайда берген жоқ. Что-то. Бірақ мына жерге келгенде, мына Базира деген кісіге кірген кезде кәдімгідей жақсы эффект байқадым. Тамаша. Әркім әртүрлі істейді. Бірақ мына кісі өте тамаша істейді. Айттым ғой мен, біз Базира екеуміз, Нұргүл үшеуміз Московский институт гипноза профессор Афанасьевтен оқыдық. Международный институт практической психологии атақты Геннадий Ивановтан. Ең номер 1 екеуі. Осы екеуінен біз 1 жыл бойы оқыдық. Огромный үлкен жойқын практика бар. Сондықтан біздің техника толық жұмыс істейтін ғылыми техника да. Содан кейін суық су. Суық су. Депрессияны қуатын саған бар ғой, таңертең түсте кешке или 2 сағат сайын. Вот жүресің үйде 2 шелек суды қойып қоясың, бірінен кейін бірін жүр. Тыныс алдың, жұмыс істедің, қайтадан келдің, жүр. Все, оңген әдетке айналады. Иә, Жақсы ма? эффект байқадым кәдімгідей. Үйдегідей емес екен бірақ. Көлде шомылып шыққанда бәрібір гормон керемет өзгереді екен. Дофамин туғызады. Иә. Дофамин гормон білесің ғой, гормон счастья, гормон обещания. Міне, жас баламыз, не айтасың енді мына көріп отырған адамдарға? Стресс, депрессия жүрген кісілерге не айтатын едің? Стресс, депрессияда жүргендерге өздеріңізді тастап қоймаңыздар. Дәрі іше берудің пайдасы жоқ. Дәрі бәрібір оның кері әсері көп тиеді бәрібір. Міне 10 жылдық тәжірибесі бар, 6 жыл, 7 жыл оқыған медицина. Пациенттерім болған, олардан басқа диагноздермен келеді, мысалы СКВ бар, басқасы бар. Олар кәдімгідей давлениесімен күніге бір 10 шақты дәрі ішеді. Олар да қиналып кетеді. Бауырдан бауыр, бүйректен бүйрек қалмайды. Астадан бір жаққа әсер етсе, бәрі бір жақты не қылады. Кері әсерін береді. Одан да адам өз-өзін емдеу жолын іздеген өте пайдалы. Білім алдың ба? Осы жерде? Иә. Өмірлік азық алдың да? Жақсы, давай, мені ұятқа қалдырма. Ана әпкеңе рахмет айт. Не нәрсе кездейсоқ болады да кейде. Мен бір кофе буымда, кофе ішіп отырғанда, 1-2 қыз бала келді, аға сізді танимыз, бизнес жайлы 1-2 ауыз сізге ақыл айтсақ, сұрасақ деді. Содан кейін жарайды деп бір 5 минут, 10 минут уақыт болды, айтып бердім. Содан мен телефонымды жазып алған. Содан бір күн айтады, осылай сіңілімде кішкене депрессия бар, медик өзі сізге кетті деп. Содан кейін мен біраз көңіл аудардым. Гүлжан молодец, ана күні мен сахнаға шығып жұмыс істедік, бәрі жақсы да? Давай. Давай, әке-шешеңе сәлем айт. Әпкеңе сәлем айт. Мен 34 жаста, әлі тұрмыс құрған жоқ. Саған задача 1 жылда тұрмысқа шығасың, мені тойға шақырасың. Уәде. Уәде ме? Әрекет жасаймын енді. Әрекет емес, уәде де. Уәде бере алмаймын, мен Құдайдың қолында. Жоқ, уәде Құдай, адам сенің сөзің, уәде Құдай аты, бірақ ол сенің қолында. Мен саған бір мысалға айтайын. Менің туған жиенім, апайымның қызы, менде Баян деген, қазір Ассоциация деловых женщин Казахстана, сонда, если что, таныстырам. Павлодарға келіп, менің қоласында жұмыс істеді, бірақ енді менімен бірге тұрады. Енді ана тұрмысқа шығу керек, анда-мында ыңғайсызданады да. Бір күні келіп айттым, мен арман мақсатын жазсам, жұмыста да. Айттым, Баян арман мақсатын жаздың ба дедім, жаздым деді. Бірінші деме дедім, бірінші күйеуге шығам деді. Бірінші мақсатым. Содан кейін айтты, аға мен сізден рұқсат сұрауға келдім, мен Астанаға кетейін. Сол жақта филиалға барайын. Маған 1 жылда мақсат қойдым, 1 жылда күйеуге шығуым керек деді. Қазір күйеуге шықты, 4 баласы бар, Ассоциация деловых женщин, мынандай бақытты әйел. Саған соны тілегін тілеймін.
соның жолын тілеймін. Айт, бір жылдың ішінде Ахметбек аға тұрмысқа шығып, сізді тойға шақырамын деп. Жақсы, айтқаныңыз келсін. Жоқ, айтқан келсін емес, сенің аузынан шығуым керек. О, не только маған байланысты, ол саған байланысты. сіздерге де байланысты ғой. Саған байланысты. Қазір сен күйеуге шықпайсың, күйеу аласың. Алдымен үй аласың. Жоқ, алдымен үй аласың, көлік аласың, соң кейін подсвет күйеу аласың. Қазір күйеуді асырау керек. Асырайтын күйеу таппайсың. Шындық солай. Жарай ма? Уәде бермесең, мен сені жібермеймін. Уәде берем. Вот молодец, әке. Міне, баламызға бақытты, өзінің лайық, өзіңді құрметтейтін жақсы азамат кездесуіне мен тілектеспін. Осы жерде батамды берем. Бір жылдан кейін, бір жыл емес, мүмкін 2 ай, 3 айдан кейін, мүмкін 5 айдан кейін менің сторисімді қарайсыздар, мен Гүлжанның тойына сіздерге сторис салам. Жақсы ма? Міне, Гүлжанға ұзақ өмір, бақытты, ана бақытын, әйел бақытын тілеп, ана бақытын тілеп, әкең, шешең бар, оларды қуантып, бақытты отбасы болып, ұзақта бақуатты өмір сүруіңе тілектеспін. Оған сен лайықсың. Сенде бәрі бар. Бәрі бар. Жаңағы мен айтқан тәсілді қолданасың, депрессиядан құтыласың. Суық су, табиғат, және жаттығулар, психология бәрі. Жақсы, сау болыңыздар. Бақыт тілеп, лайық қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер.